20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ өнерінің дамуы. Музыкалық өнер. Қазақтың дәстүрлі музыкалық тілі өте бай, және ол халықтың ғасырлар бойы қордаланған тарихи тәжірибесін бейнеледі. Халық арасына ең көп тараған әрі кеңінен танымал қазақтың музыкалық және ән өнері кеңес өкіметінің алғашқы күндерінен бастап большевиктер партиясының аса мән берген, қызығушылығын тудырған нысанға айналды. 1919 жылы Верныйда жетісу ақындарының бірінші слеті өтті. 1921 жылы құрылған бас саяси ағартушылық комитет халық музыкасын жинау және зерттеумен айналысты. Белгілі этнограф Александр Затаевич мыңдаған қазақ күйлері мен әндерін жинақтады. 1925 жылы Парижде Әміре Қашаубаев қазақ әндерін орындап, халықаралық деңгейде танылды. Ақындар мен музыканттар Жамбыл Жабаев, Кенен Әзірбаев, Иса Байзақов тағы басқалары көпке танымал болды. 1930 жылдары музыкалық драмалық өнер дамыды, алғашқы музыкалық студиялар құрылды. 1934 жылы музыкалық театр ашылып, Айман Шолпан, Шұғаның белгісі қойылды. Брусиловскийдің Қыз жібек, Ер тарғын және Жалбыр опералар қойылымы айтулы оқиғаларға айналды. Музыкалық театрдың артистері Күләш Байсейітова мен Құрманбек Жандарбеков, биші Шара Жиенқұлова даңққа бөленді. Затаевич қазақ халқының бай музыкалық мұрасын жүйелеп, қағазға түсіріп, оны зерттеу арқылы қазақ мәдениетінің әлемге танылуына үлес қосты. Затаевич Александр Викторович музыка сыншысы, этнограф, композитор. Қазақ әнінің атасы атанған. 2300-ден астам қазақ әндері мен күйлерін жинап, зерттеді. 1925 жылы қазақ халқының 1000 әні жинағын шығарды. 1931 жылы қазақтың 500 әні мен күйлері жинағын құрастырды. 1923 жылы оған қазақ АКСР-ның халық артисі атағы берілді. Польшада Варшава генерал-губернаторына кеңесші болып қызмет етті. Шаляпин, Скрябин, Рахманинов сияқты әйгілі музыканттардың концерттерін ұйымдастырды. 1500-ден аса мақала мен сын пікір жазды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Ресейге, сосын Қазақстанға көшуге мәжбүр болды. Әміре Қашаубаев тұңғыш қазақ әншісі. Қазақтың дәстүрлі ән өнерін алғаш шетелде танытқан дара талант иесі, кәсіби әнші. 1925 жылы Париждегі дүниежүзілік көрмеде концерт беріп, қазақ әнін алғаш рет халықаралық сахнада орындады. 1927 жылы Германияның Франкфурт қаласында өнер көрсетті. Репертуарында Жалғыз арша, Ағашаяқ, Балқадиша, Дударай және басқа да халық әндері бар. Қазақтың тұңғыш кәсіби театрын ұйымдастыруға атсалысты. 1933 жылы жаңадан ашылған музыкалық студияға алғашқылардың бірі болып қабылданды. Радио арқылы халық әндерін таратқан алғашқы әншілердің бірі. Әміре Қашаубаевтың әншілік шеберлігі қазақ музыкасының әлемге танылуына жол ашты. Әміренің талантын этнограф Александр Затаевич жоғары бағалап, оның орындаған әндерін жазып алып, қазақ музыкасын насихаттауға үлкен үлес қосты. Театр өнерінің дамуы. 20 жылдардың ортасына дейін Қазақстанда әуесқой театр топтары жұмыс істеді. 1926 жылы Қызылордада тұңғыш кәсіби қазақ театры ашылды. Театрда Мұхтар Әуезов, Жұмат Шанин, Серәлі Қожамқұлов, Қалибек Қуанышбаев, Құрманбек Жандарбеков, Шухра Атабаева және басқа да дарынды драматургтер, режиссерлер және артистер өнер көрсетті. Сахнада Еңлік Кебек пьесасы, Қызыл сұңқарлар, Арқалық батыр, Шаншар молда, Қозы Көрпешбаян сұлу тағы басқа шығармалар қойылды. 1937 жылдан бастап театр Қазақ академиялық театры аталды. Алматыда Восток киностудиясының бөлімшесі ашылды. 1920-1930 жылдары Дала әні, Жот, Қаратау қазынасы, Бүліншілік сияқты қазақ өмірін бейнелейтін алғашқы фильмдер түсірілді. Сурет өнерінің дамуы. Қазақ халқының тұрмысын бейнелеуге Николай Хлудов сынды орыс суретшілері маңызды үлес қосты. Ол қазақ халқының өмірін, тұрмыстық көріністерін, әдет-ғұрпын бейнеледі. Соғысқа дейінгі кезеңде Әубәкір Исмайылов, Қожахмет және Құлахмет Қожықовтар сияқты қазақ суретшілері жұртшылыққа кеңінен танымал болды.
Әбілхан Қастеев Қазақстанның алғашқы кәсіби суретшісі. 20-шы жылдардың соңында шығармашылық жолын бастады. Оның ең танымал жұмыстары ескі және жаңа тұрмыс топтамасы. Қастеев картиналарында ұлттық ерекшелік, тарих, халықтың салт-дәстүрі шынайы бейнеленген. Мыңнан астам туындысы Қазақстан өнерінің көркем сурет қолжазбасы деп аталды. Спорт және цирк өнерінің дамуы. 1936 жылы Мәскеуде қазақ өнері мен әдебиетінің 10 күндігі өтті. Бұл шара қазақ өнерінің жетістіктерін кеңінен танытты. Осы кезеңде қазақтың спорт және цирк өнерінің дамуына атақты балуан Қажымұқан Мұңайтпасұлы зор еңбек сіңірді. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақ спорт және цирк өнерінің жұлдызы. Қазақтан шыққан тұңғыш әлем чемпионы. 1909 жылы Германияның Келн қаласында латыш балуаны Вейланд Шульцті жеңіп, әлем чемпионы атанды. 1910 жылы Аргентинада, 1914 жылы Парижде тағы да чемпион болды. 48 медалі иеленген, 40-тан астам қалада өнер көрсеткен. Цирк өнерімен байланысы. Парижде бір соққымен түйені шөктірген. 75 пұттық арбаны тісімен сүйреген. Үстінен жүк көлігін жүргізген. 1927 жылы қазақ даласының батыры атағы берілді.